Бүгінгі ролімізде газ қазандықтарының мұржасын қалай жасау керек, қалай дұрыс жасау керек, сол туралы кішкене айтып өтейін деп тұрмын. Алдарыңызда чел бойлер, газ бойлер, газ қазандығы жалпы. Бұның енді мұржасы мінекей мынау диаметрі 160-тық құбырдан жасалған. Мынау вертикалды бөлігі және оған горизонтальды құбыр жалғанып сыртқа қарай шығып кеткен. Енді осы горизонтальды бөлігін уклонды сәл сыртқа қарай еңкейтіп жасау керек еді. Сәл сыртқа қарай еңкейтіп жасау керек. Сол кезде мынаның ішіндегі конденсат осы құбырмен бірге қайтадан қазандықтың ішіне қарай бұлай ақпаған болар еді. Міне байқап тұрсаңдар, конденсаттар міне ішке қарай аққан ғой. Соның белгілері. Бұл ішке қарай ақпау үшін горизонтальды мұржаны сыртқа қарай шамалы ішіндегі су болсын, сырттағы су болсын, ішке қарай емес, керісінше сыртқа қарай ағып кететіндей қылып жасау керек. Енді сырттағысын көрсетемін. Мінекей сыртта шықты. Біздің шыққаннан кейін міне вертикалды құбыр кеткен, жоғары қарай кеткен. Және ол біздің вертикалды мұржамыз, міне байқап тұрсаңдар, бұлай жалғанып тұр ғой, міне, бұлай жалғанып тұр. Яғни, мына вертикалды құбырдың ішіндегі конденсат кері қарай, бұлай қарай кетпеу керек, төмен қарай ағып, бұлай ағып тұру керек. Осылайша жасалынған. Ұзындығы шамамен қазір мінекей бұлай болып тұр ғой. Негізі дұрысында бұны мына екі қабатты үй ғой. Осы екі қабатты үйдің шатырынан асырып жіберу керек еді. Асырып жіберу керек еді. Ең дұрысы. Бұлар асырмай қойған. Себебі мына жақтан бұлай қарай жел ұратын болса, мына жерде қысым пайда болады, түтіннің шығуына кедергі жасайды. Ал мұржаны бек қып істей жіберетін болса, ондай қысым пайда болмаған болар еді. Жалпы айтайын дегенім осы.